Жамбыл облысы Жуалы ауданы номері 19-шы Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп-гимназиясы 1-ші сынып суретті әліппе. Сәлеметсіңдер ме? 1-ші сынып білім алушылары. Мен сендермен суретті әліппе пәнінен онлайн сабақ өтемін. Сабақтың тақырыбы ас адамның арқауы. Сабақтың мақсаты денсаулықтың негізі дұрыс тамақтану екенін түсіндіру. Ырым, тыйымдармен таныстыру. Тағамның пайдалы заттарын ұғындыру. Сәлемдесу. Біз әдепті баламыз, айтқан тілді аламыз. Сәлеметсіз бе деп сәлемдесіп аламыз. Сабақты бастамас бұрын біз бір-бірімізге ыстық лебізімізді айтайық. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын миға шабуыл әдісі арқылы сендерге жұмбақ жасырайын. Өңделген бидай. Әрине ұн. Айраннан алынатын жейтін өнім. Жақсы, құрт, жарайсың. Сиырдан алынатын сусын. Сүт, жарайсыңдар. Биенің сүтінен жасалатын сусын. Қымыз, тамаша балалар. Асты тас, үсті тас, ортасында адамның арқауы дейді халқымыз. Сол айтқандай-ақ нан екен. Денсаулықты сақтау дұрыс тамақтанудан басталады. Қазақ халқы асқа, тағамға үлкен мән берген. Халқымыздың кәделі әрі орны бөлек тағамдары ет пен сүттен жасалған. Қымыз, шұбат сияқты шипалы тағамдар басқа елдерде мүлде жоқ. Бұл біздің халқымыздың ерекшелігі. Ас адамның арқауы деген қазақтың мақалы. Бұл өте құнды мақал. Өйткені денсаулықтың жақсы болуы адамның дұрыс тамақтануына байланысты. Дұрыс тамақтану әсіресе балалар үшін қажет. Дұрыс тамақтану адамның қанын толтырады, күшін арттырады. Ал қаны толық, күші мол адам ыстыққа да, суыққа да шыдамды. Таңертеңгі, түскі, кешкі тамақты күнде бір мезгілде ішу керек. Күніне 4 рет тамақтанса, тіпті жақсы. Жайлы жағдайда тамақ ішу қанағат сезім әкеледі. Әрине, дәмді тамақ ішудің ләззатына тым беріліп, оны нағыз мақсат етіп алуға болмайды. Лев Толстой былай жазған: қомағайлық өзгелерге елеулі зиян келтірмейтін болғандықтан ғана оны күнә деп санамайды. Бірақ ол адамның қасиеттеріне қарсы күнә болып саналады. Ежелгі грек данышпаны Сократтың өзі де біз тамақ ішу үшін өмір сүреміз. Қайта
өмір сүру үшін тамақ ішеміз деген екен. Балалар, дастархан басында сақталатын ырым-тыйымдармен таныстырайын. Нанды бір қолыңмен сындыруға болмайды. Ас ішіп болған соң тойдым деуге болмайды. Қанағат деу керек. Қонаққа сынық ыдыспен ас беруге болмайды. Ортада тұрған ыдыстағы тамақты біреудің алдынан алма. Өз алдыңнан алып же. Тамақ үстінде аттамайды. Бір үзім нан ертегісін тыңдаңдар. Бейнероликтен көріп тыңдай қойыңдар балалар. Қазақша ертегі. Бір үзім нан. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі, жарық болыпты. Іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, баптап, орып, өзі күнін әзер көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтын көтеріп ағаштың басына шығып кетіпті. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, тығып алып, ағаштың басына ол да көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылайды. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Әй, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да маған бір үзім нан берші» дейді. «Жоқ, алтынның өзіңе нан бере алмаймын» деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін» дейді бұл жолы. «Жоқ, бере алмаймын» деп бұл жолы да кедей келіспепті. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай, бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбепті. Бойынан күші кеткен бай басы айналып суға құлап кетіпті. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан жерге түсіп, өмірін арға қарай сүре беріпті. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейтіні осыған орай айтылған балалар. Осымен ертегі аяқталды. Ал балалар, бейнероликтен не көрдіңдер? Кәнеки мен сендерге сұрақ қояйын. Бай мен кедей қандай жағдайға тап болды? Дұрыс айтасыңдар. Су апаты болды. Ауылды су шайды, я? Жарайсыңдар. Бай қолына не алды? Алтын, күмісті алды. Кедей қолына не алды? Нанды алды. Қайсының алғаны пайдалы болды? Неліктен? Әрине балалар, кедейдің қолына алғаны пайдалы болды. Яғни ол қарнын тойдырды, нанды жеді, я? Ал бай болса, алтын күмісті жей алмады. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген мақал осыдан қалған екен. Дескриптор. Нан алтыннан да қымбат екенін түсінді. Арпа бидай ас екенін білді.
әр оқушыны жауап беру деңгейіне қарап бағалаймын. Сергіту сәті. Оқушылар, денелеріңді сергітіп, жаттығу жасаңдар. Сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап көңілденіп. Есігіңнен мен кіріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Суреттер сөйлейді әдісі. Балалар, суреттен не көріп тұрсыңдар? Әрине, қонақ жай бір отбасының суретін көріп тұрсыңдар, жарайсыңдар. Қазақстанда қандай ұлт өкілдері өмір сүреді? Кореец, неміс, орыс, Азербайжан. Жарайсыңдар балалар, бәрін біліп отсыңдар. Келген қонақтарға қонақ жайлығымызды қалай көрсетеміз? Яғни, ас мәзірін ұсынып, қазақтың ұлттық тамағынан дәм ауыз тигізеді екенбіз, балалар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабаққа байланысты сұрақ-жауап әдісі. Мен сендерге сұрақ қоям, сол сұраққа жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Адам жақсы өмір сүру үшін не істеу керек? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Пайдалы тамақ жеу керек. Пайдалы сусын ішу керек. Спортпен шұғылдану керек. Дұрыс айтасыңдар. Келесі сұрағым. Пайдалы тағамдарға қандай тағамдар жатады? Әрине, ет, сүт, қымыз, шұбат, құрт, айран, нан, май. Өте жақсы балалар. Келесі сұрағым. Зиянды тағамдарға қандай тағамдар жатады? Әрине, бургер, донер, чипсын, кирешки, кола дейсіңдер. Жарайсыңдар. Келесі әдісіміз қонақ күту әдісі. Суреттегі ас мәзіріне қара. Ас мәзірін уақытымен дұрыс тауып, сәйкестендір.
оқушыларға ас мәзірі суреті беріледі. Оқушылар ас мәзірін уақытымен дұрыс тауып, сәйкестендіріп айтады. Балалар, өте дұрыс таптыңдар. Бұл жерде таңертеңгі, түскі, кешкі тағамдарды дұрыс тауып, сәйкестендірдіңдер. Дескриптор. Ас мәзірлерін тамақтану мерзімімен дұрыс ажыратады. Ас мәзірлерін тамақтану мерзімімен дұрыс сәйкестендіріледі. Әр оқушыны жауап беру деңгейіне қарап бағалаймын. Сұхбат әдісінде бүгінгі өткен сабаққа байланысты сұрақтар қойылады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Ас адамның арқауы дедіңдер, жарайсыңдар. Сабақ саған ұнады ма? Жарайсыңдар. Ертегіде кімдер туралы айтылған? Бай мен кедей туралы. Зиянды тағамдарды ата. Дұрыс айтасыңдар. Пайдалы тағамдарды ата. Жарайсыңдар, барлық тағамдарды атай алдыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге өте түсінікті болды деп ойлаймын. Кері байланыс. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Алған әсерлеріңді суреттегі стикерлермен айт. Назарларыңызға рахмет.